Hi dear children, what are you doing now? Сендер қазір не істеп жатсыңдар? So, present continuous tense. Созылмалы осы шақ. Созылмалы осы шақ дәл қазіргі сәтте болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. For example, what are we doing now? Біз қазір не істеп жатырмыз? We are studying. Біз оқып жатырмыз. As I have said, we use present continuous to talk about actions that are happening now. Дәл қазір болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттағанда. It is standing, it is running, it is sitting, and it is sleeping. Созылмалы осы шақтың жасалу жолы етістікке ing жалғану арқылы. Көп жағдайда етістікке мысалдағыдай ing жалғауын жалғаймыз. Read, reading, sing, singing. Бірақ егерде етістіктің соңғы дыбысы и болса, онда и дыбысын алып тастап, ing жалғауын жалғаймыз. Dance. Не істедік? Dance сөзінің соңындағы и дыбысын алып тастап, ing жалғадық. Dance, dancing. Write, writing. Егер етістік бір буынды және соңғы екі дыбысы дауысты және дауыссыз болып аяқталса, соңындағы дауыссыз дыбысты екі еселейміз. Run, running. Sit, sitting. So, present continuous tense. What are you doing? I am singing. What is he doing? Ол не істеп жатыр? He is dancing. What is she doing? She is doing morning exercises. Таңғы жаттығуларды жасап жатыр. What is she doing? She is washing her hair. Ол шашын жуып жатыр. Thank you for your attention and good luck.